ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Ұлы дала тарихына өшпес із қалдырған дара тұлғаға арналған шара киелі Шаңырақ Абылайхан резиденциясында өтті. Қатысушылар 2 номинация бойынша өз біліктілігін көрсетті. 4-ші сыныпта оқитын Нұрай Қанағат бұл бағытта абай өлеңдерін жаттаудан бастаса, қазір қара сөздерін оқиды. Олардың ішінде 7-ші қара сөзі өзіне ерекше ұнайды екен. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады дегенді айтып тұр. Мысалы, біреуі тек қана ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Ал біреуі білсем екен демекілік. Бәрін білсем екен дейді. Біреуден біреу артылса, өнер өлшеніп тартылса, оқыған білген ақ, бұдан ақсам болса. Ал Елнұр оңдасын болса, абай өлеңдеріне 1-ші сыныптан бастап оқуға бет бұрған. Мектепшілік қалалық облыстық жарыстарда қатарластарына дес бермей жүрген ол, бүгінгі абай оқуларында да жеңіске жететініне сенімді. Абайдың 44 түрлерін толық жатқа білем. Жыл басынан бері ақындық өнерге барып жүрмін. Мен өзімді Алла қаласа, қолдаса 1-ші орын аламын деп ойлаймын. Кемеңгер ақынның біраз жылдар бойы сақталып келе жатқан өлеңдері мен қара сөздерін оқушылары Әділқазылар алқасының алдында ортаға салды. Талаптардың ішінен талпынғандарды іріктеп алатын жарыста жеңіске жеткендер бұдан бір бас жоғары сайысқа тікелей жолдама алады. Қазіргі таңда біз Абылайхан резиденциясының ұжымымен бірлесе отырып, ол кісілердің тарапынан тәуелсіз Әділқазылар дейді ғой, тәуелсіз Әділқазылар алқасы болады. Олар өздері біздің мектебіміздің оқушыларын қазіргі таңда бағалап, біздің соның ішінен мықты оқушыларды қалалық деңгейге, қалалық кезеңге өткізуге сараптап бермекші. 2 кезең бойынша абай оқуларына қатысып жатқан бастауыш сынып оқушылары арасынан 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға лайықты қатысушылар таңдалып алынады. Бұл қатардан алғашқы 2 орынды иеленгендер қалалық жарысқа жолдама алады. Қуаныш Қабеш, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный телеарнасы.